Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Рамазан айы барлықтарыңызға құтты болсын. Ораза тұтып шаршамай жатсыздар ма? Осы видеомыз сізге ең пайдалы видеолардың бірі болады. Баршаңызға оразада күш-қуат тілеп, бүгінгі видеоролигімізді бастаймыз. Рамазан айында барлық дастархандарымызда құрманы көреміз. Сахарлықта да, іптарлықта да дастарханымызда әрқашан Рамазан айында құрма болады. Біз сүйіп жейтін бұл мейуа туралы біз видеоролик тақтадық. Видеоны бастауымыздан алдын бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басып, біздің арнамызға жазыла кетуіңізді сұраймыз. Баршаңыздан Алла разы болсын. Егер жақындарыңызға пайдалы видеоролик жібермекші болсаңыз, осы бейнені достарыңызға жіберіп қойыңыз. Ғылыми тексерулер нәтижесінде сол анық болды. Ораза тұтқан адам үшін ораза айында ең пайдалы тағам бұл құрма болып саналады екен. Құрманы сумен бірге жеу, аузын ашқан кезде бірге жеу ең пайдалы болып саналады екен. Өйткені құрманың құрамында адам ағзасы үшін ең керекті болған минералдар, витаминдер бар. Сол шында пайғамбарымыз мынандай дейді: егер сіздер ауыз ашар кезде құрма жесеңіз, бұл сіз үшін пайдалы. Егер құрма таба алмаса, сумен ашсын. Өйткені су пәктеуші, дейді. Құрметті көрермендер, осымен пайдалы болған бейнеролигіміз аяқталады. Осы бейнероликті достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.